Сәлем достар, сіздерге табиғат аясында өткен тимбилдинг жайында айтқым келеді. Жылой ауданына Ақкегіршін жер учаскесінде кәсіпкерлермен және Каспий бизнес-клубтың қатысуымен табиғат аясында тимбилдинг ұйымдастырылды. Яғни оның негізгі мақсаты қатысушыларды ойынға, коммуникативтік байланыс орнату және ауданымыздың кәсіпкерлерін бір-бірлеріне таныстыру және де жаңа тың идеяларға бағыттау болған. Корпоративтік рухты көтеру негізгі мақсаттарымыздың бірі болды және эмоцияларын жақсарту. Тимбилдинг қатысушыларына келесі ережелер түсіндірілді. Бір-бірінің пікірін сыйлау, телефонмен оқшауланбау, уақытты үнемдеу және де ұзақ сөйлемеу, негативті жауап бермеу, белсенді қатысу, активны болу, ашық жарқын болып, жақсы көңіл күйде өткізу түсіндірілді. Кәсіпкерлеріміз белсенді, барлығы белсене қатысып, мұқият орындап шықты. Мына жерде өткеннен кейін біз пышақпен кесеміз, бұяққа келгеннен кейін. Тренинг барысында, яғни болото ойыны ойнатылды. Және де екі командаға бөліп біздер суларды беруге белдірлік қабілеттерін дамытуға арналған ойындар ұйымдастырдық. Соның ішінде болото ойыны туралы айтып өтейін. Болото қатысушылар өздерінің қандай да бір болотоға тап болды деп есептеп, аяқтарын бір-біріне танып, өздері болотоға батпай, бір-бірін көмектесе отыра қиындықтан өту керек болатын болды. Сондай қатысушыларымыздың барлығы белсенді болып, бір-бірін құлатпай өткізді. Келесі жаттығуымыз біздің 3 колоннаға бөлініп, колоннадағы адамдар суды берілген төкпей, ең соңғы адамға дейін жеткізу керек болады. Бұл жерде сөйлемеу керек болды. Қатысушылар ешбір сөйлемей орындап. Бұл талаптар талқыланған соң енді барынша тырысасыздар. Осы ең мықтылар кіреді деп ойлаймын. Өйткені бұл үлкен компания, ал сәттілік барлықтарыңызға. Жұмысқа орналасып, жұмыста болыңыздар. Бұл жаттығуда 5 басшы тағайындап, қалғандары жұмысқа орналасушы болып келеді. Яғни жұмысқа алушының өзін жарнамалау керек, өзін өткізу керек. Бұл жерде қатысушының яғни өзін ұсынуы, өзін бағалауы және де креатив керек болатын бұл. Біздің қатысушылар өздерін резюме дайындап, ұсынып, жұмысқа орналасып шығу керек болды. Бір-бірлеп барсаңыздар, бандықтарыңыз жамырап кетсеңіздер. Бір-бірлеп барыңыздар, бір-бірлеп. Осы қазақ тілі дәстүрі кухнясы болсын барлығында толық меңгерген. 7 түрлі тағамды отырып білемін. Соның ішінде восточный мына не бойынша жалпы шетелден азаматтарды. Бара бер. Біреуінен қол болсын, біреуінен аларсың. Барлығына бар. Ручка өздеріне. Ручка барлығы өздеріне. Қосай қандай? Қосай? Білмеймін. Ручка беріңдер. Ручка бере ғой. Жоқ, тағы да қол жинай береді.
басқаға деп Мені бұны қабылдап қойдыңыз ба? Иә. Баруға да болады. Басшылар кім көп адам алған? Асқар Мырза деген өте қатаң екен, иә? 4 адам алды ба? Өте шынды. 2 жақ адамы кім қол көп жинады? Маған IT маманы керек, жақсы маған деген IT-ші керек болып, ерке болғанда мен жұмыс қалдым, сосын маған білімдеріңіз ештеңе маңызды болған жоқ бұл жерде. Сондай тапсырма беріліп, кім қайтып қалды мына жерде? Міне, Мансур апа, Рим апа, сосын Қуат, Гүлхан бар, сосын Мейіржан. Иә, вот негізгі мінез біздің мына жерде қандай да бір жұмысқа тұру мақсат болғанымен, ар жағында қайтпас қайсар мінезді қалыптастыру мақсатымыз болды. Өз-өзімізге қол шапалақтап қояйықшы. Міне қайтпайтын қайсар мінезді қалыптастыру болды. 3-ші, 5-ші жұмысқа барғанда біз мекемелерге қандай принциппен барамыз? Кірумен ойлап барамыз, бірақ бір рет барғаннан кейін сынып сізге қабылдау қиын болды ма? Шешім қабылдау. Бірақ өтетін кісі резюме болды ма? резюмелер болды ма? Көп резюмелер болды, бірақ маған жасап жоқ, реклама бәрі күшті жасап, өзі бәрі күшті таныстырды. Бірақ 3-ші болып берген Бәрібір де бұның жоғары жағында басшы тұр. Алына команда вообще күшті. Айналасы кетті. Не қолдан алпадың әлі? Oğlum çıkarmasın tavuğa. Алыста ойыңыздар. Бір, екі, үш. Дұрыстап отырайық, артқа отырайық, ортадағы адам алға отыру керек, бір қадам алда болу керек. Дайынбыз ба? 1, 2, 3. Ой, адамды өзіңіз байқайсыздар ма, қазір ойнаған кезде сіздер жұмысты да ойлап отқан жоқ. Всем удачи. Ешкім ештеңе ойлап отқан жоқ. Бұл жердегі бәріңіздің басын миыңыздың бір түбінде бір осы ойынға атсалысып, бір балалық бір эмоцияңыз шыға бастады. Бәрі. Вот адам соны сүйіспеншілікпен істеп, соны жетістікке жетемін деген бір түбіндегі өздеріңіздің бір ойыннан жеңіп шығу керек деген өздеріңіздің цель, өздеріңіздің бір мақсаттарыңызды уже команда болып бірігу, тағы сияқты ұшқыр ойлар бәрі шығып жатты. Бұл неге? Себебі бұл жерде позитив тон игры дейді қалады, былай қарағанда. Сондай өмірде жалпы әрбір нәрсені істегенде осындай сүйіспеншілікпен, тон игрымен әрқашан осындай позитивте бастасақ, біздерге алынбайтын қамал жоқ, сөздің ішіне керек. Мысалы, таудың төбесіне шыққанда қандай сезімде боласыздар? Сөздің ішіне керек. Жерден қарағанда, анау бір биікке қалай түсіп, бірақ ана шыққаннан кейінгі ощущение қалай, былай қарағанда. Сол сияқты кәсіпті бастар алдында қорқамыз, бірақ жетістікке жеткен кезде өзімізге қол шапалақтап алып тұрып видеоға түспей қалғанмен, дегенмен тимбилдинг табиғат аясында өте қызықты, белсенді өтті. Қарағандарыңызға рахмет. YouTube арнамыздан алыстамаңыздар. Лайк, комментарий міндетті түрде қалдырыңыздар. Сіздермен болған психолог Мөлдір.